Selam достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аял Ойыңыз. Достар, бүгінгі видео бізде өмірімізге деген сәл-пәл перезагрузка болады. Яғни біз өмірімізді жаңадан бастап, біраз өмірімізді өзгертетін боламыз. Так что, видео қызық болса, ары қарай тамашалаңыздар. Ал мен бастаймын. Что же, скоро көктем болады. Скоро күн жылынады, скоро күшті бір атмосфера болады дегендей. Мен енді өмірімді солай өзгерткім келді, чтобы прям күшті өмірде өмір сүру үшін де. Уже қыс айының соңғы бір ай ғана қалды, уже бітеді деуге болады. Сонымен ендеше бүгінгі видеомыз сол жайында болады. Қазір воскресенье, көріп отқандарыңыздай, қазір демалыс. Мен ұйқымды қандырып, прям күшті болып жүрмін. Енді өмірімізді жөндеуге болады деп ойлаймын. Өйткені менің өмірім біраз бардақтарға толып кетті. Солардан, яғни арылатын боламыз. Яғни бұл видеода біз сіздермен бірге кәдімгідей бірге пландар құрамыз, бірге барлығында дұрыстаймыз, бірге мен сіздерге кеңестер беремін и солай жасайтын боламыз. Жарайды, енді сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ендеше көп сөйлемей, мен бастай берейін, видеомды. Сонымен да ең бірінші бізде айтатын ол, бізде мысалға мен өзім полкамнан бастағым келеді, өйткені ең алдымен перезагрузка істеу үшін сен өзің комнатаңнан бастайсың ғой, вот сол жерде полка болады да. И полкада шыны керек бәрімізде өте көп киім деп ойлаймын мен. Өте көп киім да бізде. Былай, даже менде өзімде даже санауға келмейді да. Өте миллиондаған киімдер да. И ана киімдердің ішінде енді сенің киім болғаннан кейін сен оны обязательно киюің керексің да. Сондай қағида бар да бізде. Сол қағиданы бізге алып тастау керек. То есть былай да, мысалға менің полкамда мысалға өте көп киімдер да, еще разноцветный да. И ананың ішінде мысалға менің киім болғаннан кейін мен оны обязательно киюім керек та. На самом деле ол киімнің стилі маған жараспайды, или болмаса маған ұнамайтын киім бар да. И мен соны менің киім болғаннан кейін мен все равно киюім керек та. Вот, осы нәрсені біз қазір алып тастайтын боламыз, өйткені қаншалықты сенің киімің болса да, сол киімнен арылған дұрыс. Чтобы мен мысалға өзім именно черный цветтегі осындай полоска киімдерді ұнатамын да, а вот разноцветный емес да. Мен сондай киімдерден қазір құтылатын боламын, маған ұнамайтын, маған жараспайтын киімдерден. Сіздер де тура солай істеңіздер, чтобы полкадағы толып жатқан киімдердің ішінде не киемін деген нәрсе болмайды сіздерде. Вот именно сіздер өздеріңіздің ұнататын, өздеріңізге жарасатын, өздеріңіздің стильдеріңізді табуларыңыз керек та. Вот сондай киімдер тұрады. Ал қалғандары сіздерге уже лично да. Вот қазір соны істейтін Вот мен қалаған полка осы да да әдемі да. Мынау менің көріп отқандарымда күнделікті өмірде үйде киетін киімдерімді. Екеуі ақ шыққан ба? Маған ұнайтын стильде болса екеуі ғана шықты енді. Вот. Мынау енді футболкалар, как вы поняли депші. Мынау полотенце менің сүйкімді. Мен пижамаларымды қалай ғана полкаға қоймаймын да. Бұлар енді мен ретро-тімін. Бұлар енді мен пижамаларым осындай. Менің любимый пижамам, самый деп ұйықтап кеттім. Болды, мен кеттім енді. Мыналар мына жақта жүр ғой депші. Қалайсыңдар? Мыяқта жүресіңіздер, неғып мыяқта да көресіздер ме? Келіңіздер, көре беріңіздер. Кстати, мына киімдер енді мусорға кететін киімдер маған ұнамай қалды. Ұнамағанда, мынаның маған вообще модель ұнамайды. Цвет ұнамайды. Мынаның вообще маған цветі де модель де ұнамайды. Черный синий. Мен черный синий цветті ұнатпаймын. Өмірімде ұнатпайды адам. Мынаша не
біздің мезгілге жарамайды, поэтому киім киеріміз керек. А вот эта толстовка маған кішкентай уже, Билли Айлиш болса да енді пока. Жоқ, барыңдар біздер Мысырға кетіп. Тоқтаңдар, Мысырға кетіп екенін алғана. Мына менің любимый шалбарым просто. Любимый. Ой, солнце. Деп қуанды. Аны көріп тұрсыздар ма? Не айна деймін да, таза болмай ма екен айна деген вообще. Так что айнаны сүртеміз. Маған мысалға неудобно да, шашылып атса да, маған именно таза болу керек, тап-таза болу керек. Сол кезде өзіме удобно да, өзімді күшті сезінемін да, поэтому барлығында мен таза ұстағанды ұнатамын. Так, айнаның түрін көрдіңіздер ме? Сіздер ойлап қалмаңыздар, енді ойлаймын нағыз бәрін шаша береді екен. Ондай емес. Мына киімдердің өзі шашылса да желіп жатқан күйінде шашылады да, міне мысалға енді қараңыздар. Мысалға енді жарайды мыналарды қоя берші. Ар жағы енді бүкшеліп жатыр ғой, көріп жатқан шаштар. Ар жағын бір бүкшеліп тұр, тап-таза мына барса берші. Короче, бұл жақта да реттеуіміз керек. Маған ұнамайтын киімдерді шығарып тастаймыз қазір. Бүткіл киімдерді шығарайық. Жаңа айтқандай маған именно осындай полоска, принтики, осындай черно-белый нелер ұнайды дедім ғой. Енді осындай киімдермен Құдай қаласа көп қылып алатын боламын. Енді өскен кезде менің стилім честно осындай полоска болса екен деймін. Енді арасында болады енді. Мысалға мен всегда осындай қылған адамым. Обожаю осындай. Да, осының бәрі де менің андай көшеде киетін киімдерім да. Көріп отқандарыңыздай разные светтер көп меніңше. Бұл да менің алып қалған киімдерім осылар. Тастайын деген киімдерім осылар. Өтелер мәнін болған. Мен бардақ болатыр. Мына жерде менің тауып алғаным. Неге режим. Мен айттым осылерге. 60-ші мектеп интернат. Мен 1.90 көргем ғой. 1.90 көргенде мен ауырғаннан кейін менде осындай болып кеткенде бәрі. Ребята, нас низ. Менен жаза істеген біргенсенен қараңыздар. 9А. Мен типа үйдім, икте интернат көрдім. Мен қиялдайтын 11-ші сынып болды ғой. 8-ші класс оқып жүргенде жасағанмын. Міне, қараңыздар. Міне, 8-ге барар кезде жасағаным. Бізде осындай пәндер болады екен, оказывается, 11-ші сыныптарда, понимаете. Жол қозғалысын ес. Мен машина айдағым келетін, сол үшін осылай жазғанмын. Мен аяламын болатынмын да. Мына жерден мен аяламын да. Вот именно Анелиді алып тастағанмын ғой. Видеоға бар ма? Анели жоқ, Анелиді алып тастаған мен. Сен Анелидің орнына менмін ғой. Аналарға ашып 1.90 көрген кезде ойдан фамилия бере берген ғой. Көкаты фамилия, өздерінің фамилияларын жұмысты бәсе. Соны тастап жүреді. Қырсыңыз кереміз болады. Келесімен қараңыздар. 6-шы Д сынып оқушысы 178 гимназияның күнреті дәптері. Опять қараңыздар. 6-шы класста мен осындай күнретті таңғам. Понимаете? Мен өмір ұстай беретін ұстайтын. Ал мен өзім қолымнан, кәдімгідей картоннан істеген ғой. Қараңыздар. Мен сіздердің айлаларыңыз осындай қыз болды. Осындай қыздар просто режим дүниесі жалмамайды сіздерге. Вот мен өстіп әрбір Черновилында шыққанда осындай тұрады да, хотя бы бір бетінде осындай тұрады. Вот менде осындай бір фотка. И теперь достар, мен қазір бүткіл пәндердің бәрін осылай реттеп қойдым. Тетрадқа көріп біраз түтінге де жатыр. Тоже сонда режим дүниені несі қараңыздар. Бір дейді қараңыздар. Мен осыны картинкамен істеген жазылған жерімден бар. Короче, маған фон деген ғой. Көрдіңіздер ма? Тағы 2 екен қараңыздар. Осындай өте бір күшті болған қыздар. Ребята, мен уже жуынып алдым. И все, мен шашымды қазір просто так жіберіп қойған боламын. Өйткені мен кептіргеннен көрі маған
кыз подарить эткен. Вот, как тарих санал болот. Достар, біз қазір денеге баратын боламыз. Вот, this is my outfit. Давай! Давай! Молодец! Мой краш, мой краш, мой краш. Вот вы видели! Hi. Вот, Султан, давай. Вот это мальчики такой. Вот это мой краш, понимаете? Біздің жылға өте добрый команда. Так. Вот біздің милый қабан. Біз, короче, мына жақта осындай менің немді болашақ, немді тауып жатырмыз деген тыңды де. Өтіп кетпе! Сүлеймен дейді, прикиньте. Көрдіңдер ма? И вот теперь бізде қазір қазақ тіл сабағы, мен осылай курткамен жүрмін. Короче, біздің класстың бәрі осындай тихо болып жатыр. Ана балалар примерно Free Fire или TikTok көрмеді. Мына бала ұйықтап жатыр екен, жылап жатыр мындай. Мына қыздар бірдеңе істеп жатыр. Мен өшіп жүрмін бәрін істеп. Әлі бір кішкентай бала сияқты қараңыздар. Мынандай бір ойнап жатыр. Я сондай. Давайте, удачи вам. Келіңдер жігіттер. Естелік болып қалады маған. Молодец. Вот біздің ұлдар әлі бірінші класстың ғой. Эй, добрый день. Короче, мен мектептен келдім. Мен шашымды қарасаңыздар, прикол да бағана үтік тегуге даже уақытым болмады ғой. Короче, вот киініп алдым енді. И теперь, достар, мен қазір сабақтан келгеннен кейін сразу шашымды үтіктегім келіп жатыр. Өйткені маған өзім шашым челкам просто так ұнамай тұр. Поэтому бірден үтіктеп тастайын. Еще сіздерге не советую, что слай су шашпен сразу жатып ұйықтап қалу. Прям, блин, шашты үтіктегеннен кейін қарағаннан кейін қандай комфортты. Мынақты қараңыздар, ужас фана деген. Просто бар ғой, маған мүлде бұлайды деген нәрсе ұнамайды. А вот сондай прямой волос, прям. Мен шашымды сүктеп болдым, мен только так, достар, мен шашымды істеп болдым. Челкамды істеп болдым. И все. Теперь енді бізге тамақ ішуге болады. Вот менде обед. Мен бағана завтрак ішіп жатырмын, өйткені асықтым, поэтому ішпедім. Енді обедке су, потом я орамал. Приятного аппетита. Вот, достар, қазір менде осындай полникті. Все, енді менде қазір өзімнің домашний задание орындайтын кез. Яғни сағат 4-тен 10 минут кетті. Селем, достар. Қайтадан мен қазір сағат 6:30 болды. И мен қазір видеоурок көрім керек, себебі мен только сабақпен емес, былай да қарауым керек. Қосымша сабақтар үшін қазір видео сабақ қойылмаймыз.
Вот, я сейчас... Здравствуйте, меня зовут Заболотная. Еще андай Қазақстанда кетті Алас деген сериал шықты. Первый хоррор сериал. Сол андай дейміз, хоррор ғой. Еще Итак, ребят, бүгінгі менің видеом аяқталады. Өйткені уже мен ұйықтайтын боламын. Киімімді ауыстырып алдым, көріп тұрғандарыңыздай, сағат уже 11 болып қалды, мен ұйықтауым керек. Қазір светті өшіреміз и потом сразу ұйықтаймыз. Шынымды айтсам, сіздермен бірге болған осы блог өте бір ерекше әрі комфортно болды. Так что егер видео ұнаса, маған лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, және де комментарийға да өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Сіздер не ойлайсыздар? Және келесі видеолардың қандай болғанын қалайсыздар? Соны да жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аял Уинкс. Барлықтарыңызға да қайырлы түн. Сау болыңыздар. Кездескенше.